Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге пайдалы арна. Бүгінгі тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлы мен оның ғашығы Бадри-Сафаға арналады. Олардың өмірі жайлы оқиғаны көз жассыз оқу мүмкін емес. Қиындыққа толы болған тағдырлары, олардың өз таңдауы. Бұл жандар тыныш өмірді халық болашағына деген күреске айырбастады. Ахметтің жұбайы Иванова Александра 1878 жылы Челябинск облысында дүниеге келген. Ол Әулиекөлдегі мектепте мұғалім қызметін атқарып жүргенде Ахметпен танысады. 1896 жылы олар Троиц мешітінде некелерін қияды. Александра ислам дінін қабылдап, өз аты жөнін Бадри-Сафа Мұхаммед Садық қызы деп өзгертеді. Алайда еш қайғысыз тыныш өмір сүру оларға бұйырмаған. 1907 жылы Ахметті алғаш рет түрмеге қамайды. Одан кейін 1909 жылы Семейдегі түрмеге жабады. Сол жылдары Бадри-Сафа Ахметті босатуды сұрап барлық жерге хат жазады. 1913 жылы Қазақ газеті шыға бастаған кезде Бадри-Сафа типографиядағы барлық ауыр жұмысты өзі атқарған. 1929 жылы Ахметті Архангельскке жер аударады, ал Бадри-Сафаны және олардың асырап алған қыздары Шолпанды бірінші Томскқа, одан кейін 31 жылы халық жауының әйелі деп Томск облысына жер аударады. Арада көп уақыт өтпей Шолпанды Томскта қалдырып, ал Бадри-Сафаны Батыс Сібірдегі Жуково ауылына жібереді. Сөйтіп анасы мен қызы еріксіз бір-бірлерінен жырақта жүруіне тура келеді. 1934 жылы олар өз туған жерлеріне оралады. Ахметтің де, Бадри-Сафаның да денсаулығы нашар болғандықтан жұмыс жасауда қиын болады. Ахмет музейге гардеробшы, туберкулез диспансеріне санитар болып кіруге тырысады, алайда оны халық жауы деп жұмысқа алудан бас тартады. 1937 жылдың 8 қазанында Ахмет қайта қамауға алады. Жұбайы Бадри-Сафа, Ахметті қайда алып бара жатырсыңдар деген сұрағына о дүниеге деген жауап алады. 1937 жылдың 25 қарашасында Ахмет Байтұрсынұлы ату жазасына кесіледі. Бадри-Сафа да қамауға алынып, Свердловск облысына жер аударылады. Ол жақта Бадри-Сафа қатты науқастанып қалады. Қостанайға қайтып келген ол психикалық ақауы бар адамдарға арналған ауруханаға жатқызылады. Бадри-Сафаны Александровка ауылының маңайына жерлейді. Осы жылдар бойы Бадри-Сафа алаш көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлының қасында болып, қолдау көрсетіп, күйеуінің қиындыққа толы тағдырын бірге бастан кешірген.